Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Өткендегі видеода қалайдан Канада сыртында тұрып, Канадаға көшіп келуге болады дейтін тақырыптарды айтып өттік. Сіз оны көрмеген болатын болсаңыз, бұл жерді басып тексеріп көруіңізге болады. Бүгінгі видео Канада сыртында тұрып, қалайдан Канаданың шығыс Атлант мұхиты маңайындағы 4 өлкеге көшіп келуге болатын дейтін тақырыпты айтатын боламыз. Бұл програмның аты Atlantic Immigration Pilot Program. Бұда 4 өлке ішіне қосылады. Біріншісі Newfoundland and Labrador, екінші Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island. Бұдардың енді қазақша қалайдан аударылатынын білмедім, сондықтан сіздерге астына жазып кетейік. Ол 4 Атлант мұхиты жағалауындағы 4 өлке. Мемлекет деңгейдегі Express Entry. Төртте Канадаға көшіп келу, оның шарттары біршама ауыр. Тілге деген шартты болмаса сіз алып келуге тиісті қаржыңызға деген талаптарда біршама жоғары. Бүгінгі талқылап өтетін Atlantic Immigration Pilot Program ол бір өлкенің орталау жоғары деңгейдегі қызметкерлерді өзіне тарту жолы. Сондықтан оның шарттары біршама төмен. Біріншіден айтып кетейік, ол қайсы өлкедер. Және айтып өткендей, бірінші Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick. Бұл 4 province. Бүгінгі айтып отырған программыз ол бір pathway. Бұлай айтқан кезде ол бір төте жол. Сіз PR алатын төте жолы. Ұзақты тұрғын болудың бір төте жолы. Бұда 3 жеке 3 программға бөлінген. Біріншісі дәл осы Атлант мұхиты жағалауындағы 4 өлкеде сіз мектеп бітірген болсаңыз, мысалы, сіз басқа мемлекеттерден келіп, дәл осы 4 өлкенің ішіндегі мектептерге, university болмаса, колледжда сіз оқуыңызды бітіріп, degree диплома алған болатын болсаңыз, бірінші шарты, екінші сіз бұл жерде тұрғаныңыз 16 ай уақыт болған. Бұлай айтқанда, сіздің колледж, университетке келген программыңыз 16 айдан ұзақ болу керек, 2 жыл уақыт. Кем дегенде 2 жыл уақыт болу керек. Үшіншісі, language test, тіл нәтижеңіз болу керек. Одан сырт, өзіңізге жеткілікті фонд, өзіңізге жеткілікті ақша болу керек. Бұлай айтқанда, сіз дәл осы өлкелерге келіп, мектептеріне, университет колледжға келіп, 2 жыл болмаса 16 айдан 2 жылға шейінгі аралықта программға келетін болсаңыз, сіз сөзсіз Atlantic International Graduate Program жолы арқылы ең тез арада, ең тез уақытта PR-ыңызға алуыңызға болады, ұзақ тұрғыны болуыңызға болады. Екіншіден, Atlantic High Skilled Program. Бұл дәл осы 4 өлкеге келуіңіз керек. Одан сырт Канада сыртында тұрып, өзіңіздегі жоғары деңгейдегі қабілетіңіз болса, сыртта тұрып тапсыруыңызға болады. Бірінші, оның негізгі шарттары have worked in a management, professional, technical skilled job for at least a year. Сіз management болмаса, үлкен professional қызметкер, менеджер болған болсаңыз, үлкен ресторанның менеджері болсаңыз, капитан болған болатын болсаңыз, осындай қызметтерге кем дегенде 1 жыл істеген қызмет тарихыңыз болу керек. Екіншіден, have at least a Canadian high school diploma. Ең төменгі оқу, үйрену дипломаңыз high school. Орта мектеп дипломаңыз болса болды жеткілікті. Бұны біз Express Entry мемлекеттік деңгейдегі сыртта тұрып тапсыратын программ өткенде айтып кеткен. Бұл программаны салыстырып көрсек, одағы тіл education оқу тарихы деген талаптары оқшамайды.
бұл жерде жөңгені сіз орта мектептік дипломыңыз болса болды. Үшіншіден, take a language test, тілге деген қабілетіңіз. Бұны әзір айтып өтеміз, тілге деген қабілеті қаншалықты дәреже болу керек, жоғары деңгейде болу керек пе, жоғары төмен болу керек, әзір айтып өтеміз. Төртіншіден, сіз өзіңіздің болмаса өзіңізбен еріп келген семья мен бірге еріп келген болатын болсаңыз, өзіңізді жаныңызды бағалаған дегендей алып келетін ақша болу керек. Бұл ақшаның саны да өте төмен. Сізге көп ақша керек жоқ, сол арқылы келуіңізге болады. Әзір оны айтып өтеміз. Өйткені үшінші программ, біріншісі мектептерге келу, екіншісі сыртта тұрған high skill программ істеу, өте жоғары деңгейдегі қабілетіңіз. Одан сыртқы intermediate level skill программ дейді, ол сізде орта қалыпты қызмет қабілет. Мысалы, сіз шеф ресторандарда ашпазылықты үйренген болатын болсаңыз, бұл үшінші жаңағы орта қалыпты intermediate skilled программ осының ішіне жатады. Ода біріншіден сіз дәл осы қызметіңізді істегеніне 1 жыл болды, кем дегенде. Екіншісі have at least a Canadian high school diploma, Канаданың орта мектеп диплом. Мұна тең диплом болу керек. Мысалы, сіз өз мемлекетіңіздегі орта мектеп бітірген дипломыңыз болу керек. Үшінші, take a language test. Тіл нәтижеңіз бар болу керек. Ең соңғысы, show you can support yourself and your family when you come to Канадаға келген кезде өзіңіз болмаса өзіңізбен еріп келген семьяңызды жеткілікті ақшаны алып келуіңіз керек. Негізінен бұл жаңағы 3 түрінің өзінің жеке шарттары оқшаш. Біріншісі сол мектепте оқуыңыз керек деген шарт дегені, екінші үшінің шарттары бәрі оқшаш. Бұл өлкелік province, өлкелік сыртта тұрған жоғары қабілеті болмаса орта жоғары қабілетті адамдарды өзіне тарту жолы. Сондықтан ол мемлекеттік деңгейден қарағанда оның шарттары біршама төмен. Бұл жерде бірінші төмен дегеніміз сіздің үйрену қабілетіңіз, сіздің оқу тарихыңызға ең төмені орта мектеп бітірген болсаңыз, оны шартыңыз толады деп есептейді. Екіншісі language test, ағылшын тіл болмаса франция тіл нәтижеңіз. Бұдағы нәтижесі өте төмен деуге болады. Өйткені IELTS нәтижеңіз бар болатын болса, 3,5-да 4,5-ге шейінгі нөмір болса жеткілікті. Бұл 3,5-да 4,5 аралығындағы нәтижеңіз болатын болса жеткілікті. Бұл өте төмен ағылшын тілдің талабы. Енді бірі proof of funds, сіз алып келетін өзіңіздің 1 жылға шейін жеткілікті ақша. Өзіңіз болмаса өзіңізбен еріп келген семья. Бұл жерде бір-бірден есептейді. Number of family, бір адам келетін болса $3,240 Канада доллары, 2 адам келетін болса $4,034 Канада доллары. 3 адам келетін болса $5,000, 4 адам келетін болса $6,000 Канада доллары бар деген соның evidence, соған қатысты документтарыңыз болу керек. Бұл тағы да айта кетер, біз экспресс entry айтып кетті. Канадаға сыртында тұрып қалайдан көшіп келуге болады деп мемлекет деңгейдегі экспресс entry'ді алдыңғы жолғы видеоларда айтып кеттік. Оны сіз толық көрген болатын болсаңыз, бұл әзірге айтып отырған программа талабы өте төмен. Тілге деген 4 нөмір болса, 4,5 нөмір болса жеткілікті. Сіз алып келуге тиісті қаржыңызда $6,000 болса, бір семьяда алып 4 адамға жеткілікті. Сондықтан бұл екі шарты өте оңай деп ойлаймын өз ойымда. Бірақ әрбір программның өзінің бір қиыншылығы бар. Бұл программның бір қиын жері, сіз
Канада сыртында тұрып, дәл осы 4 өлкедегі қызмет оффер алып болуыңыз керек. Сол офферіңізді алып болған жағдайда сыртында тұрып 6 айдың ішінде Канадаға ұзақты тұрғыны болып кіре аласыз. Өзіңіз ғана емес, семьяңызды бірге ертіп келуіңізге болады. Өзіңізге де семьяңызға да қызмет виза береді. Қызмет визамен кіресіз, одан сыртқа қарай ұзақты тұрғыны болып, документтеріңізді тапсырып, ұзақты тұрғыны болуыңызға болады. Несі тағы да айтып өтірік, біз айтып, сыртта тұрып, сіз қызмет офферді алып болуыңыз керек. Ол әрқандай бір жерден емес, осы 4 өлкеден қызмет алуыңыз керек. Екіншіден, осы 4 өлкенің өзінің астында designated employer, бұл айтқанда, ол қызмет орындары менен осы 4 өлкедегі government, мемлекеттік орындарының өзінің бір тоқтамдары бар. Дәл солардың ішіндегі айтылған, жазылған employer, қызмет орны солардан берген offerге есептеледі. Басқа қандай жер бар бола бермейді. Мысалы, мына жердегі New Brunswick өлкедегі қызмет орындары. Дәл осы орындардан қызмет оффер алған жағдайда тіліңіздің, ағылшын тілдің нәтижесі 4.4,5 нәтижеңіз бар деген бар болған жағдайда, одан сырт өзіңізде жеткілікті $5,000-6,000 ақшаңыз бар жағдайда, дәл осы 4 өлкелеріне сыртта тұрып тапсырып көшіп келуіңізге болады. Тағы бір айта кетер, ол қызметті іздеу ол оңай деп айтпаймын, ол өйткені оның өзінің де қалайдан іздеу керек, қалайдан CV-іңіз жасауыңыз керек, қалайдан өзіңіздің оқу тарихы, қызмет тарихдарыңызды жазу керек, қалайдан бұл орындарменен байланыс жасау керек дейтін ол бір жеке үлкен бір басқа бір тақырып болып кетеді. Оған деген көп декелік адамның жағдайын түсіну керек. Сондықтан бұл жерде мен үлкен жақтан гәне таныстырып кетейін. Қызметті қалай табу керек, қалайдан қызмет оффер алу керек. Біріншіден, жаңа айттық, сіз албаты бір жерге барып өте келуіңізге болмайды. Дәл осы 4 өлкеге келуіңіз керек. 4 өлкенің өзінің мемлекет government сайт, мемлекеттік сайттың ішіне жазылады. Мысалы, мындай designated employer осы қызмет орындарға келген кезде бұл програмға қатынасуыңызға болады дейтін. Сондықтан сіз дәл осы програмдарға register қылған, жазылған employerdарды табуыңыз керек. Бұның әрбір өлкеде New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island бұлардың өздеріндегі employer list бар. Мысалы, осы жерге келсең болады дейтін. Соған қарау керек. Одан сырт өзіңіз қандай қызметке қызығасыз, бұрынғы тарихтарыңыз қандай, сол арқылы төте жаңағы орындарға хабарласу керек, өзіңіздің CV-дарыңызды тапсыруыңыз керек. Қажеті болатын болса, интервью болады, торап арқылы сізбенен интервью болады. Әрине отырда бәрінде ағылшын тіліменен, болмаса француз тіліменен интервью өткізіп, сондықтан оны жеке жағдайдан, жеке адамның қарауға тиістіңіз. Одан сырт жаңағы, мысалы, сіз кейбір қызмет орын тапқан кезде, қызмет орын ол сізге берген қызметі full-time қызмет болу керек. Full-time дегені аптасына кем дегенде 30 сағаттық қызмет болу керек. Одан сырт ол қысқа мезгілді қызмет болмау керек. Одан сізді шетелдегі азаматы мені осы қызметкер қылып алатын болдым дейтін ондай өзінің документтері бар, оны сізге беру керек. Соларды алып, сіз қызмет Канада сыртында тұрып тапсырасыз. Қандай қызмет орындарды жоғары деңгейдегі, қандай орындары орта деңгейдегі деп есептеледі. Бұл жерде өте қанық бөлінген. Мысалы, сіз доктор болып келетін болсаңыз, ол A жоғары деңгей деп есептейді. Сіз аспазы болып келетін болсаңыз, неше түрлі тамақтарды істей алатын, дайындай алатын қызметіңіз аспаз болатын болса, ондайтын болса, ода жоғары деңгей
Оны да B жоғары деңгейдегі қызметкер деп есептейді, бірақ оның type осыға A, B деп бөлінген. Жоғары деңгей B тайптың ішіне жатады. Сіз ұзақ жолдық шопыр болатын болсаңыз, сіздің қызметіңіз орта деңгейдегі қызметкер деп есептейді, оның type C болады. Одан сырт біз мұнай кеңінде қызмет істейтін болсаңыз, ол мұнай кеңінде оны өте қанық бөлінген. Сіз механик істей алатын болсаңыз, B тайпына жазылады. Енді мұнай кенінің ішіндегі қарапайым жұмыскер болатын болсаңыз, оның тайпы D. Бұл жаңағы 4 өлкенің астындағы орта деңгейдегі қызметкер деп болған есептелмейді. Сондықтан біз айтып өттік, Atlantic Immigration Pilot Канаданың Атлант мұхит маңайындағы 4 өлкеге келу, оның тілге деген ағылшын тілге деген талабы төмен, 3,5-4,5-ге шейінгі нәтиже ғана керек. Екіншісі, сіз алып келетін қаржыңызда төмен, $5,000-6,000 жеткілікті ақшаңыз болса болды. Енді үшіншісі, өзіңіздің үйрену тарихыңыз, мысалы сіз ең кем деген кезде орта мектепті бітірген, бұл көп адамдар үшін үлкен ауыр талап емес. Енді бірден бір қиын жағдайы сол сыртта тұрып қалайдан дәл осы 4 өлкедегі қызмет offerді алу. Оны жаңа біз айтып өттік, өзінің осы 4 өлкенің өзінде келетін орындары бар. Дәл сол орындардың ішінен талдап отырып, содан гене қызмет offer алу керек. Одан сырт өзіңіздің қызметіңіздің type қайсысы жоғары деңгеймен болмаса, ол орта деңгейдегі қызмет істедіңіз ба, оны қалайдан бөлінген соған деген қанық түсінік болу керек. Бұны үлкен жақтан бүйтіп айта алмаймын, бірақ сіздің ағылшын тіліңіз нәтижеңіз бар болса, одан сырт жеткілікті ақшаңыз бар болса, басқа шарттарыңыздың бәрі жеткілікті деп өзіңіз сөйтіп ойлаған болсаңыз, комментарийға жазыңыз, біз бірге тексеріп көруімізге болады. Сонымен біз бүгін Atlantic Immigration Pilot біз айтып өттік, Канадада 13 өлке бар, бүгін соның ішіндегі 4 өлкеге қалайдан көшіп келуге болады дейтін тақырыпты айтып өттік. Сіздерде сұрақтарыңыз бар болмаса, өзіңіздің көзқарасыңыз болатын болса, соны біздің комментарийға жазыңыз. Сіз тексеретін боламыз, сізге жекелеген сөзіңізді қайтаратын боламыз. Енді бір айта кетер, бұл каналды шетелдегі қазақтар деп қойдық. Бірақ біздің ойымыз шетелге қарай тарту болмаса, шетелге қарай табыну ондай нәрсе емес. Мен өз ойымда бұл өзімнің білетін нәрсем, біреуге көмек қыла алатындай әзіргі өзімдегі бір қабілетім. Сондықтан өзінің тыңдарманын табады деп ойлаймын. Сізге қажеті болатын болса, оны көріңіз, істетіңіз. Енді бұл каналдың ішінде басқа да тақырыптарды айтатын боламыз. Мысалы, сіз Қазақстанда тұрып, болмаса өз мемлекетіңізде тұрып, қалайдан шетел тілі үйренуіңізге болады, болмаса қалайдан шетелден өз мемлекетіңізде тұрып шетелдің компанияларына қызмет істеуіңізге болады. Әзіргі дүниені көп жағынан өзгеріп кетті. Бұл айтқанда торап арқылы қызмет істейді, торап арқылы өзіңіздің үйіңізде отырып, өз мемлекетіңізде отырып, шетелге де қызмет істей беруіңізге болады. Бұдан былай тіпті де солай деп ойлаймын. Сондықтан оның бәрін таныстыратын боламыз. Одан сырт шетелде жүргенде талай қазақтар бар. Мысалы, Америкада, Канадада, олардың да тұрмыстарын, өздерін мықты қазақтар бар, оларды кейін мүмкіншілік болатын болса, олардың бәрін таныстырғымыз келеді. Біздің мақсатымыз, бізге керегі білім, үйрену керек деп ойлаймын. Сондықтан біздің дәріптейтін нәрседе үйрену, өзімізді дамыту, одан сырт білім алу, ғылымға қарай үйрену. Біздің дәріптеп отырған нәрсеміз шетелге қарай шығып кету деген нәрсе емес.
Сондықтан әлде айтармын, біздің каналымызды қолдаңыздар. Өзіңізге керек болатын болса үйреніңіз, басқа қасыңызда жүргенде осы шарандарыңызға керек дейтін болса оларға да тарқатып беріңіз. Сонымен сізден бірге болған Манара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет.